енем постоянно омен жазылады, немесе әрдайым деп жазды. Енем мейлі қайда кетті, енем постоянно ене қайда. Енем постоянно мені қарап, сілеп, қарғап сілеп, қалып қалған сенде. Сенде қарғап сілеп отырады, енді баларыма тіседі. Қапташулан бұдыр кесің әріптерді асығып жазып. Бұлай, жүйелі қарғыс жүйесін табады. Егер жүйесі лайықсыз болса, балаға айтылған қарғыс лайықсыз болады да, бала ондай болмайды. Сондықтан үндемей қой. Сөзді көтеріп, жаңағы ерегіспей қой. Енді шектен шығып кетсе, алжыған адам шығар, басқа шығар, не істейсің енді? Басқа амал жоқ. Қазір ерегісіп, шешесін жаңағы баласына қайрап, сенің осы шешең бар ғой деп байың айтып, күйеуің ол барып мамасымен жапшы аузыңды деп. Кеше мен бір оқиға көрдім, сіздерге айтып берейін. Бір жігіт мамасы мен әйелінің ортасындағы проблеманы айтып отыр. Баланың сондай имандылығына риза болдым. Енді білініп қалмасын кім екені, бірақ сондай ахуалға риза болдым. Бала көзіне жылап жіберді. Үлкен азамат жылап жіберді алдында. Енді еркектің жылағаны бәрібір жанға ауыр ғой. Қажеге дейді, ұстаз дейді, ау десем, анам менен әйелімнің ортасында өлетін болдым дейді. Мынаған бір жүгірем дейді, қалбақтап дейді. Енді мынаны қуайын ба десем, 3 балам бар дейді. Қайда жіберем айтыңызшы дейді. Әйеліме барсам, сенің шешең қанын ішті деп, екеуінің ортасында мен өлетін болдым дейді. Екі алысқан адам, бір адам басын жұтып тынады. Сондықтан кейде шешелер де қоя қою керек. Көріп тұрсың ба, балаң жақсы өмір сүріп жатыр. Өткенде бір жігіт әйелімен ұрсып келген, жаңағы мамасы, келін, баласы келген екен. Сонда енді келінде кішкене денсаулығында проблема болса керек, сон мамасы ажыратқысы келіп отыр. Сон мен алдым алып келген екен, қыз енді орамал тағады. Сон мына ажырат маған айтады да, мына қызды ажыратып бер маған деп. Не үшін дедім? Сен бала көтермейді дейді. Мен балама ұрпақ керек дейді. Енді бермесе көтереді енді, не болды сен? Жоқ дейді, бұл мен бақыт емес. Балаға сұрайым, сен бақыттысың ба? Сен мен бақыттымын дейді. Балаңның бақытынан артық не керек саған? Балам бақыт жоқ, ол білмейді ол ештеңе дейді. Қалай білмейді? Уже 40-қа келіп жатқан жігіт қалай білмейді? Жоқ, ол білмейді, мен білем дейді. Сондықтан кей кезде шешелер де баланың еркіне қою керек. Уже өгіздей бала 40-тағы бол бала емес қой енді, ол дардай адам. Сондықтан солай. Кейде айдап қайрап, балаң әйелді ұрып, бір жағдайда майып қылып, сотталып кету керек 6 жылға. Не істеу керек енді? Сондықтан кейде шешелер де сабыр қылып, түсініп, жағдайды қоя қою керек.